Іле ауданы Өтеген Батыр кенті ардагерлер кеңесінің төрағасы. Мен 2017 жылғы республикалық үздік оқырмандар номинациясының иегері мен Сейдалиев Мақсат ұлы Абайдың туғанына 175 жыл толуына орай Іле аудандық кітапханасының поэзия эстафетасын қабылдап алдым. Қазір Абайдың 16 сөзін оқуды жөн көрдім. Қазақ құлшылығын Құдайға лайық болса екен деп қам жемейді. Тек жұрт қылғанды бізде қылып, жығылып тұрып жүрсек болғаны дейді. Саудагер несиесін жеу келгенде тапқаным осы. Біттім деп, алсаң ал, әйтпесе саған бола, жерден мал қазанба дейтұғыны болушы еді ғой. Құдай тағаланы дәл сол саудагердей қыламын дейді. Тілін жаттықтырып, дінін тазартып, ойланып, үйреніп әлек болмайды. Білгенім осы, енді қартайғанда қайдан үйрен аламын дейді. Оқымадың демесе болады дағы, тілімнің келмегені қайтушы еді дейді. Оның тілі өзге жұрттан бөлекше жаратылып па? Мен осы поэзия эстафетасын кітапхананың тұрақты оқырманы Нұргүл ханымға тапсырамын.